Қайырлы күн менің ардақты тыңдармандарым. Арнамда жаңа әңгіме. Байтөре ағамыз бүгін де баяғыдай қарқыны жоқ. Жасы енді 40-тан асса да, екі беті қурап, көзі шүңірейіп ішіне кіріп кеткен. Қолындағы таяғымен жер шұқып, күн ұзаққа үй жанында сәкіде отырады. Оған не кемпірі, не ұл қыздары өткен өмірін бетіне баспайды. Ол өзін осындай жазаға лайық деп тапты. Күнде өткенін көз алдына келтіріп, алдымен Алладан, одан соң бақилық болған әйелінен, перзенттерінен іштей кешірім сұрайды. Бүгін тағы әдеттегідей сәкіде отырып, өткен өмірін көз алдына елестетті. Байтөре нағыз сымбатты жігіт болып өсті. Ауылдың қыздарының да арманы осы. Мектепте бұған ғашық болмаған қыз жоқ еді. Екі қыздың басы қосыла қалса, Байтөренің сымбатын айтып қиялдайтын. Сымбатты жігіт сезбеді емес, сезеді. Сол үшін де маңғаздана басып жүруші еді. Өзінің тоқ әулеттен шыққаны тағы бар. Сымбатты жігіттің қай қыз болмасын жары болуды армандайтын. Байжігіт қыздарға көз қырында салмайтын. Солай жүріп мектептің соңғы оқу жылына аяқ басты. Қаладан жаңа оқушы келді. Өзі аппақ аққудай, сұп-сұлу, ұзын шашы беліне түскен, майысып келіп бірінші партаға отырды. Бүгін Байтөре сабаққа келмеген. Ол сымбаты мен әкесінің ақшасына сеніп, мектепке қаласа келетін, қаламаса келмейтін. Білдей бір зауыттың иесінің баласы болған соң, мұғалімдер де соның сөзін сөйлейтін. Ауылда еш қызық жоқ. Кешке анда-санда ашылатын клубта бір ай бұрын өртеніп кетті. Кешке жігіттер шығып, әр көшенің басында жайылып отыруды әдетке айналдырды. Әдеттегідей кешкі асын асығып ішіп, жеңіл күртесін иығына жүре ілді де, кеш келем дегенді айтып шығып кетті. Достары қақпа алдынан күтіп алды. Көшенің бас жағына қарай аяңдады. Айта беріңдер, не қызықтар болып жатыр әлемде. Мен 2 күн болды, сабаққа бармадым деді. Баруың керек еді, бүгін қаладан жаңа оқушы келді. Нағыз қас сұлудың өзі, дәл сенің ойыңдағыдай, деп жағымпаз досы сөйлеп бастап еді. Жә қойшы, қашан қыздың артынан жүгіріп едім, олар жүгірсін менің артымнан, деп бұрылып көк шөпке отыра кетті. Ертеңіне қаланың сұлуын көру үшін оқушылар түгел сабаққа келді. Байтөре сыныпқа кіріп келді де, әлгі айнаштың жанына отыра кетті. Біздің ауылымызға неге құмарта қалдың? Әлде қалада аштық жарияланды ма? Деді маңғаздана. Сәлем, алдымен амандасуды үйренсеңші. Сенің ауылыңа келгім келгені шамалы. Әкемнің жұмыс бабымен тек 1 жылға келдік. Ұнатпасаң да шыдауыңа тура келеді, деді Айнаш. Келесі партаға жайғасты. Өмірінде жан баласы бетіне келмеген төре, екі беті дуылдап, құлағының ұшына дейін қызарып сөз таба алмай тістеніп қалды. Ол кездері 10 жылдық мектептер болатын. Бітіруші сынып 10-шы сынып. Осы оқуға 10 жыл ішінде төреге бір адам бұлай бетіне келмеген. Әбден молшылыққа үйренген, басына сөз асырмайтын маңғаз жігіттің бірақ сәтте қалалық қыз сазайын берді. Сыныпты зілді үнсіздік басқан мұғалім келіп, сабақ бастағанда ғана аракідік екеу ара сыбыр көбір басталды. Сабақ аяқталып, оқушылар үйлеріне тарқасты. Төре қалалық қыздың артынан баралып тұрды да, бұл ойынан тез айныды. Сөйтті де, жүгіртетін біреуін шақырды да, қай үйге көшіп келген анықтауды тапсырды. Ішінен тұра тұр бәлем, аяғыма жалынып кешірім сұрайсың әлақ, деп тістеніп, кешке тағы көшеге шықты. Достарымен әңгіме арасында Айнашта кетті. Бәрінің ішінде бір сезім бар. Сұлу қыз бәрінің назарын алып үлгерген еді. Бірақ ешқайсысы батып айта алмайды. Тек төре ғана ешқандай сезімсіз. Оның бар ойы қалай жалындырсам екен деген еді. Сол ойымен үйіне қайтты. Сылқым қызды күнде көре берген соң ба, төренің ызасы да тарқай бастады. Сөйтіп жүріп, қылышын сүйретіп қыс келді. Төре Айнашпен бір партада отырып, екеуі жақсы тіл табысып кетті. Қыздардың ішін қызғаныш өртеп барады. Солай бір-біріне ыза мен кектен басталған таныстық көктем шыға бере махаббатқа ұласты. Тіпті төре мектепті аяқтай сала үйленемін деп ой түйді. Өліп өшіп ғашықпын деген төре ата-анасының қалада дайындап қойған оқуынан да бас тартты. Көктемнің аяғына таман оқу аяқталар кезде Айнаштың әкесінің іс-сапары аяқталып, қалаға қайтатын болды. Бірақ қызының оқуына бола 2 аптаға қалды.
Қалаға қайтатынын естіген Айнаштың мазасы кете бастады. Екеуі бірге мектептен келе жатып ұзақ сөйлесті. Біз қайтатын болдық. Төре, білем, үйленейікші. Жындысың ба? Біз әлі кішкентаймыз ғой, оның үстіне әкем рұқсатын бермейді. Мен әкеңнің алдына барсам, бермей қайда барады, деп мұрнын шүйірді. Екі жасөспірім осылай ақылдасты да үйлеріне тарқасты. Байтөре әкесіне үйленетінін айтқанда, әкесі ішек-сілесі қата күлді. Боқмұрын, алдымен оқу оқып, менің жұмысымды жалға, содан соң көрерміз, деді. Анасы да осы ойда еді. Төре Айнашсыз өмір сүре алмайтынын, олар қалаға кеткелі жатқанын айтып, қалайда үйленетінін жеткізді. Шолжаң жігіттің айтқаны әрқашан болады, бола бермек. Ақыры ата-анасын көндіріп, Айнаштың үйіне қыз айттырып жіберетін болды. Мектеп аяқталған соң Айнаштар қалаға кетті. Артынша ізінше суытпай, Байтөренің ата-анасы бір-екі туысын алып қалаға қарай тартты. Не керек, білдей бір зауыттың бастығына қызы келін болса жаман болмас. Әкесі рұқсатын беріп, сол жылдың жазында әлі бұғанасы қатпаған екі жасөспірімнің некесі қиылды. Кәдесей, жөн жоралғы бәрі болып той өтті. Айнаштың некесі құлағында, таңғарадай дәу үйде майысып шай құйып отыр. Алдағы өмірін, болашағын туризммен бірге елестетіп қояды. Ал Байтөре болса, сондай сұлу қызды келіншегі еткеніне мәз. Бірақ ішіндегі алаулаған сезімі өткінші екенін, аз уақытта су сепкендей басыларын білмеген еді. Бұл кезде екі жастың сыныптастары арман қуып қалаға оқуға, оқымағандары ауылда жұмысқа орналасып жатыр еді. Барлық сыныптастары өз жылдарымен оқу, жұмысқа кетіп жатқанына қызыққан Байтөре ыстық суығы басылмай-ақ ойын өзгерте бастады. Сыныптастарымның қаламын ба, мен де оқимын деп тағы да ата-анасына бұйырды. Айнаш, Төре, менше, сен кетсең мен істеймін, деді. Не істеймін дегенің нес? Үйде боласың, әке-шешең ас ауқатын кім береді? Сені не үшін келін қылдым, деді түрі бұзылып. Сен ешқайда кетпеймін, ауылда боламыз, үйленген соң әкемнің зауытын басқарамын дегенің қайда? Енді оны басқару үшін білім керек шығар. Мен оқыған боқмұрындар қалада шірен студент атанып жүргенде, мен бейшара болып ауылда дым көрмей жүргенімді қалайсың ба? Онда мен де сенімен бірге кетем. Көп сөйлеме, не бар саған қалада? Онсыз да қаланың қызысың, ол жақтың бәрін жатқа білесің. Қысқасы әңгіме бітті, ертең жолға шығамын. Заттарыңды дайында, деді де шығып кетті. Айнаш жылап бөлмесінен шықпай қойды. Онсыз да жап-жас қылып алғанына, оның үстіне өзі таңдап алмағанына ызалы жүрген енесі аса жақтыра қоймады. Ол баласының қалада оқыған әу баста қалап еді. Енді іштей қуанып жүр. Есіктің сыртынан айқайды басты. Айттым мен саған, жап-жас қылып қатын алма деп. Бұл не тірлік істеуді білмейді, не байының айтқанын тыңдауды білмейді. Айнаш бейшара күйде сүмірейіп шықты да, апа, мен де барайыншы. Төремен, деді. Немене, қайда бармақсың? Менің балам үйленді екен деп, енді оқымау керек пе? Қалаға барып оқиды. Мұны естіген Айнаш көздері мөлдіреп жылап жіберді. Неге жылап тұрсың? Не соғысқа кеткелі жатыр ма? Келіп тұрады ауылға. Солай үйленгендеріне 2 ай толғанда Байтөре қалаға кетті де, Айнаш ата-енесінің қолында қалды. Сол кеткеннен қыста бірақ келді. Баяғыда емес, салқын жүзді. Айнашқа деген өліп өшіккен сезімі жоқ. Айнаш болса бар тәттісін жылы жұмсағын алдына тосып бәйек болып жүр. 10 шақты күн өткен соң Төре қайтадан қалаға жинала бастады. Оқу басталады екен, Айнаш тағы жалғыз қалды. Қабағы қатулы енесімен, қайнатасының менменшіл мінезіне шыдап жүріп жазда келді. Төре алғашқы оқу жылын аяқтап қайтты. Екеуі екі жақта өмір сүргенге еттері үйреніп кетті ме, әлде көзден кетсе көңілден кетеді ме? Әйтеуір Айнаш Төрені қыстағыдай құрақ ұша қарсы алмады. Бірақ Төре қуанышты еді. Неге екенін қайдам, Айнаш Төренің бұл түрінен секем ала бастады. Неге сонша қуаныштысың? Қуанышты болмағанда ше, өз үйімізге келдік қой. Қаладан да жалығады екенсің, деді. Мейлі ендеше біраз жатып демал, кешке керемет жаңалық айтамын, деді Айнаш. О не, қазір айтсаңшы? Айнаш Төренің мойнына нәзік қолдарын айқастыра салды да құлағына сыбырлады. Сен не, көзің көрмей қалған ба? Ішімді неге байқамайсың? Бәсе, сені семіріп кеткен ба десем, аяғың ауыр ма? Төре, сен неге қуанбадың?
Ой, сенің есің дұрыс па, біз әлі жаспыз ғой. Ой, болды енді, шаршап келгенде миымды жеме, деп теріс бұрылып жатып қалды. Көңілі су сепкендей басылған Айнаш не дерін білмей тұрып қалды. Ата-енесінің қуанышын көрмеген соң бір үмітін төреден күтіп еді. Оның да қуанғаны шамалы. Жазғы демалыста төренің күні де түні де қыдырумен өтті. Ақырында ауыл шетінде сабыр көпір көбейе бастады. Бәрі төренің жеңіл жүрісін әңгіме етіп, Айнашқа жаны ашып жатты. Бұл әңгіме бір күні Айнаштың да құлағына жетті. Бірақ Айнаш ештеңеге қарамай төреге шаң жуытпады. Өз көзімен көрмеген соң ондай жамандыққа қиғысы келмеді. Кешке дастархан басында құсырағысы келді де қайта айнып қалды. Кешкісін сөйлесемін ғой деп қоя салды. Кешке тағы қыдыруға шықпақшы болды. Төрені қолынан ұстап тартып тоқтатқан Айнаш бөлмесіне шақырды. Ішке кірген соң жайғасып отырды да сол әңгіменің шетін шығарды. Оны кім айтып жүр саған? Бүкіл ауыл айтып жүр. Айтса сене бересің бе? Енді бәрі қойшы басымды ауыртпай деп басында мойындамады. Әрі бері қыспақтап көріп еді. Ашуы келген төре, сенің не шаруаң бар? Осы жүрсем не болыпты? Не жүрмей жүрген еркек бар ма? Бәрі жүреді. Жұмысың болмасын, деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Басында әзілдеп әдейі қасарысып айтты деп ойлады. Күндер осылай өте берді. Күзде төре оқуға жиналғанда Айнаш та қалаға 4 күнге барып қайтатын болды. Қуанышында шек жоқ. Айы күні жетіп отырса да біраз күнге барып келетін болды. Солай екеуі жолға шықты. Қалаға келген соң Айнашты төркініне тастап, өзі тағы жөніне кетті. Сол кеткеннен мүлдем хабар алмады. Айнаш 4 күнде болған соң аса мән бере қоймады. Біраз күннен соң жалғыз өзі ауылға қайтты. Қайтарда келіп хабар алмады. Ауылға келіп қайта жабырқау күй кешті. Солай жүргенде шекесі торсықтай ұлтапты. Мұндай қуанышты да қиналған сәтте де төре әдеттегідей жанында болмады. Босанып болған соң оқу орнына телеграм жіберу арқылы ауылға алдырды. Сол кездері телефон жоқ, осылай хат телеграм арқылы хабарласатын. Айнаштың босанғаны туралы хабарды естіген төре амалсыз ауылға тартты. Үйге келсе Айнаш пен ұлы да келгені осы екен. Енесі немересі келгелі басқаша құрақ ұшып келіннің жағдайын жасап, немересін қайта-қайта қолына алып қуанып жүр. Атасы да ұрпағын жалғағанына дән риза. Тек төре ғана көңілсіз, тіпті ұлын қолына алып көтермеді де. Айнаш оңашада төремен ашық әңгіме қылуды ұйғарды. Төре, осы сен неге үнемі көңілсіз жүресің? Тіпті менің аяғым ауыр екенінде саған ұл сыйлағаныма да қуанбайсың. Не мазалап жүр сені? Оқуың дұрыс па өзі? Қалаға кеткелі өзгердің ғой. Маған ашып айтсаңшы, қиналып кеттім. Мен де адаммын, менде жүрек бар, көңілімнен шықпасаң, дей бергенде төре аузынан сөзін жұлып алды да. Иә, көңілімнен шықпайсың. Неге үйлендім өзі саған? Түсінбеймін. Қалада не бір сылқымдар, мен десе ішкен асын жерге қояды. Ал менің отырысым мынау, студент кезімде әке атанып. Жетер енді, мен ит емеспін мойныма шылбыр салатын, немесе аяғыма тұсау салатын. Мал емеспін, өз өмірім, қалай өмір сүрсем де өзім білемін. Үндеме, тағы жағыңды ашсаң, мен бұл үйден кетемін. Ажырасамын сенімен, деп есікті тарс жауып шығып кетті. Көзінен ыстық жас саулаған Айнаштың екі құлағы дыңылдап бітеліп ештеңе естімей қалды. Желкесі тартылып басы айналып бара жатқаны есінде. Көзін ашса бас жағында енесі мен көрші үйдің кемпірі отыр екен. Ол кісі емші еді. Айнаш тұрайын десе басы айналып тұра алмады. Баласын іздеп еді, оң жағында пысылдап ұйықтап жатыр екен. Не болғанын ақырындап есіне түсірді. Денесі шымырлап, төренің айтқан сөздері өңменнен өтіп барады. Мұның оянғанын көрген енесі жанына келіп, саған не болды? Айнаш, бөлмеңе жақсылықтың жылаған даусы шыққан соң кіріп едім, құлап жатыр екенсің. Содан көрші апаны шақырдым. Жақсы болып қалдың ба? Айнаш енесіне болған жағдайды айтып берді. Тәйтәр, ажырасқан ес, үйге келсін, сазайын береді әкесі. Айнаш енесінің сөзінен кейін біраз есін жинап өз-өзіне келді. Бірақ төре сол кеткеннен хабарсыз 2 жеті келмеді. Әкесі мен шешесі уайымдап бітті. Тек Айнаш қана уайымдамады. Себебі ол басқаның жетегінде жүр деп ойлады. Айтқаны айдай келді. 2 жетіден соң өзінен үлкен көрінетін бір қызды жетелеп үйге келді.
Кешкі асқа отырғандары сол еді, Айнастың көзі шарасынан шыға жаздады. Төре ертіп келген қыздың аяғы ауыр екен. Үйленетінін айтып міз бақпай тұр. Әкесі атып тұрды да, жоғал менің үйімнен мақұлық, мені басынып істеген тірлігің осы ма? Әке, апа тыңдашы. Балам-ау, не істеп жүрсің? Сенің әйелің, балаң бар ғой. Апа, мен Айнашқа үйленгеніме өкінемін. Апа, мен бақытымды енді таптым. Айнаштың көзінен жас парлап тұрған. Осы кезде ауылдағы пошташы апай кіріп келді. Қалайсың? Әй, Разия, жұмыстан шыққан бетім осы болды. Келінің Айнаштың атына телеграм келіпті. Беріп кетейін деп едім, деп қатты ұстатты да шығып кетті. Айнаш жүрексіне ашты. Жүрегі бір жамандық сезетіндей. Ашып оқи бастаған ол есеңгіреп құлап бара жатты. Енесі жүгіріп келіп демеп үлгерді. Столға отырғызып хатты оқыды. Масқара, құда мен құдағи осында келе жатып жол апатынан қаза болыпты. Бейшаралар-ай, алғаш немерелерінде көре алмай кетті-ау деп аузын басып отыра кетті. Айнаштың бетіне су шашып зорға оятты. Ояна сала қайта талықсып кетті. Оның бәрін көріп тұрса да төреміз бақпады. Сүйіктісін жетелеп шығып кетті. Әкесі мен шешесі біресе келініне, біресе немерелеріне жүгіріп бәйек болып жүр. Содан Айнаш ата-енесімен бірге қалаға жолға шықты. Ата-анасының жетісіне дейін болып ауылға қайтты. Төре сол кеткен бойы бой көрсетпеді. Әкесі, жүре тұрсын боқмұрын, тиын таусылғанда алдыма келер деді. Айнаш ауылға келген соң не істеймін деп ойлана бастады. Күйеуінің түрі мынау, ажырасып кетейін десе енді қайда барады? Ата-анасын соңғы сапарға шығарып салды. Енді кешке ата-енесіне айтып көрмекші болды. Кешкі асты ішіп, атасы газет оқып, енесі жақсылықты көтеріп отырғанда, Айнаш ақырын басып келді де үстелге отырды. Ата, апа, мен сіздермен сөйлесейін деп едім. Төре келмейтін сияқты. Мен қалаға барып, әкемнің үйіне барып тұрайын деп едім. Жалғыз емеспін, жақсылық бар. Егер немеремді көріп тұрамын десеңіздер, барып тұрасыздар. Тәйт әрі, не деп тұрсың, келін? Екінші мұндай әңгіме естімейтін болайын. Ешқайда бармайсың. Егер кетем десең, немеремді қалдырда кете бер. Бірақ ата, мен қалай өмір сүремін? Төре басқа, қалада басқаға үйленді. Ол боқмұрынды үйге қайтарамын. Сен уайымдама. Апа, айтыңызшы, мен қалай өмір сүремін? Төре мені жақтырмайды, жек көреді. Қызыма, ол әлі бала ғой. Ертең-ақ ескіреді. Әкесі оңдырмай сазайын бергенде өзіне келеді. Тек шыда, осымен әңгіме аяқталды. Ертеңіне кешке Төренің басы салбырап келіп тұр. Сүйіктісі біреудің әйелі болып шығыпты. Күйеуі ажыраспаймын деп Төрені ұрып соғып, әйелін алып кетіпті. Түрінен түр қалмаған Төре амалсыз үйіне келді. Ешкім оны құшақ жая қарсы алмады. Тек ана байқұс іштей уайымдады. Оның аяғы ауыр емес пе еді, деді анасы. Енді не болады? Апа, мен оған үйлену үшін солай өтірік айтып едім. Жүрегім-ай, сен не қылған бала болдың? Ескірмеді ғой тегі. Апа, кешірші, Айнаш қайда? Бөлмесінде. Алдымен әкеңе бар, сенімен сөйлеспекші. Әкесіне жетесің жеткенше сөз естіген Төре аяңдап бөлмесіне кірді. Айнаш баласын емізіп отыр екен. Ақырын жер төсекке жайғасты. Не айтарын білмей біраз отырды. Айнаш, кешірші, мен қателігімді мойындаймын. Мені қара басты, анау сайтан алдап арбауына түсірді. Айнаш, кешірші мені, ата-анаңның аты қайырлы болсын. Төре, артық әңгіменің керегі жоқ. Көңіл айтар болсаң, сол кезде неге кеттің? Әкелші баламды иіскейін. Айнаш жақсылықты төсекке жатқызды да үндемей шығып кетті. Төре жақсылықтың бетіне ұзақ қарап отырды. Жүрегі жібіп, маңдайынан ескеген күйі ұйықтап кетіпті. Арада біраз уақыт өтті. Төре оқуын аяқтап, елге бір жолата оралды. Айнаштың жүрегіндегі сызат жазыла бастады. Бәрі ұмыт бола бастаған. Жақсылық былдырлап сөйлеп жүр. Үйдің қуанышына, бақытына айналған. Атасының баласы деп ешкім бетінен қақпайды. Айнаш тағы бір ұлды өмірге әкелді. Есімін апасы Айдар деп қойды. Тек жақсылыққа үміттенетін Айнаштың бал-бұл жанған жүзінен өмірінде енді қиыншылық көрмейтіндей көрінетін. Екі ұлына да апасы қарайды. Өзі ауыл шетіндегі поштаның жанынан дүкен ашқан. Атасы мен Төре күн ұзаққа зауытта жүреді. Айнаш болса қаладан
көтерме бағада киім-кешек, азық-түлік алдырып дүкенге қояды. Төре Айнаштың дүкенде тұрғанын қаламайды. Жалға сатушы қыз жалдаған. Айнаш тек барып тексеріп тұрады. Өмірлері бір сарынды жүріп жатты. Бір күні төре зауыттан ерте келді. Айнаш, кешкі асқа ет салшы қазанға. Заводқа тексеріс келіп жатыр екен. Қаладан 3-4 кісі келеді. Жарайды деп күлімдеді Айнаш. Айнаш сол құрғыр тексерістен кейін өмірі тағы быт-шыты шығатынын бейхабар еді. Тексеріске келгендер кешке үйге қонаққа келді. Әкесі мен төре оларды құрақ ұшып күтті. Айнаш пен апасы ас үйден шыға алмады. Дастарханда құстың сүтінен өзгенің бәрі бар. Кішігірім той секілді болды. Олар тым кеш қайтты. Әкесі төрені тексерушілерді қалаға жеткізіп салуын айтты. Төре барғысы келмесе де амалсыз келісті. Барлығы көлікке жайғасқан соң ұйқыға кетті. Төре су жаңа Волгасымен қалаға тартты. Қалаға таңертең бірақ жетті. Олар жеткен кезде оянды. Төре көздері қызарып қатты шаршады. Барлығын үйіне жеткізіп салды. Соңында алдында отырған месқарын орта жастағы 40-тар шамасындағы кісінің үйіне келді. Ол кісі төреге біраз демалып алуын айтып үйіне шақырды. Төре де қатты шаршап тұрған соң бірден келісті. Үйдің есігін сұп-сұлу келіншек ашты. Үстіне киген жібек көйлегі сусылдап, ары-бері өткен сайын көздің жауын алады. Қылымсый басып төреге қонақ бөлмеге төсек салып берді де күйеуінің сырт киімдерін алып шығып кетті. Төре төсекке қисайған күйі ұйқыға кетті. Кешке бірақ оянды. Оянса үйде ешкім жоқ. Бас жағында бір жапырақ қағаз жатыр. Бүгінше қонағым болыңыз, ертең қайтасыз. Кім жазды екен? Месқарын ба әлде салқын Бекеш пе? Ойы сан-саққа кетті. Айнаш үйлерді тазалап, кір жуып, балаларын ұйықтатып, апасының жанына келіп отырды. Апа, төре кешікті ғой. Апарып тастаймын да келемін деп еді. Кім біледі, жоқ қой. Шаршап достарының үйіне демалуға қалған шығар. Осылай барлығы бөлмесіне барып жатып қалды. Төре 2 күннен кейін ауылға оралды. Айнаш ойында ештеңе жоқ, күліп қарсы алды. Тек әкесі ғана қатқыл түрмен кешке бөлмесіне шақырды. Сен бала не бүлдіріп жүрсің? Сенің мына жүрісің суыт қой. Қайда болдың 2 күннен бері? Ой, әке, қайдасың ес? Біз барғанда түс болды. Әрқайсының үйіне тасып жүргенде дем алып ал деп үйіне қонақ етті. Онда тұрған не бар? Әке, мен баяғы жас бала емеспін, достарыма бардым. Қалаға бір келіп қалыпсың деп күтті бір күн. Содан келген бетім осы деп міңгірлейді. Сенің мына жүрісіңде сөздеріңде ұнап тұрған жоқ маған. Сол тексерушілердің соңынан былық шығып, заводыма кесірің тисе айтпады деме. Соңғы сөздерін өтіп бара жатып, естіп қалған Айнаш үнсіз тұрып қалды. Осыдан кейін төренің қалаға барғысы жиілей бастады. Оларды да болмасты да сылтауратып қалаға кетіп 2-3 күн келмейтін болды. Бірақ үйге келгенде дымын білдірмей, Айнаш пен балаларының асты-үстіне түсіп бәйек болады. Содан соң ба Айнаш онша секемденбей уайымсыз жүретін. Бір күні төре қалаға кететін болды. Зауытқа керек жарақ аламын деді. Әдеттегідей Айнаш төренің киімдерін дайындап, тағы біраз күн жоқ болып кетесің бе деп әзілдеді. Төре, ерігіп жүрген жоқпын деп дүңк еткізді. Төре қалаға кеткен соң Айнаш біртүрлі мазасыз күй кешті. Бір нәрсе болатындай елеңдей берді. Ертең келем деп кеткен күйеуі 3 күн жоғалып кетті. 4-ші күні келді. Төре шаршаңқы, мазасыз күй кешкен тәрізді. Үй ішіндегі адамдарды балаларының шуылы жақпай отыр. Демаламын деп бөлмесіне кіріп кетті. Айнаш үй тірлігін аяқтап, балаларды ұйықтатып, төреге барса бүк түсіп теріс қарап жатыр екен. Төре, тыныштық па? Келгелі мазаң жоқ қой. Біраз шаршадым, ертең тағы кетемін. Заводқа керек жарақ алуым керек. Айнаш бірдеңе айтпақ болып еді, мазамды алмашы деп теріс қарап жатып қалды. Таң ата көліктің оталған дауысынан оянды. Төре кетіп бара жатыр екен. Таңғы астың үстінде Айнаш төренің қалаға кеткенін айтты. Енесі ойланып қалды. Осы бала бірдеңеге ұрынып жүрмесін, шалау. Барып тексеріп көрші. Немесе адамдарың бар ма, сұрастырып көрсей. Жа, тамақтарыңды ішіңдер, бір мәлісін қылармын. Осымен әңгіме аяқталды. Атасы үйден шыға сала тіке қалаға тартты. Түс ауа келген соң ол алдымен адамдарына жолықты. Үйіне қонақ болып біраз демалған соң төрені сұрастырды. Біраз ойланып отырған досы
төрені кеше бір әйелмен көргенін айтты. Онсыз да ішінен сезіп отырған әкесі үнсіз біраз отырды. Ары қарай жап-жапсарды сұрастырды. Ол кісінің айтуы бойынша төре бір байдың нақ сүйері болып жүрген әйелмен байланысты екен. Соның үйінде тұрып жатыр екен. Ол байдың өз отбасы, бала-шағасы бар, бірақ ешкім білмейтін тоқал есебінде бірге тұрып жүрген әйелі бар екен. Оған қаланың қақ ортасынан пәтер алып беріпті. Сол әйелмен қалай танысқанын қайдам, төре сол пәтерге күйеуі жоқта келіп жүреді екен. Әкесі оның кім екенін бірден сезді. Алдында тексеріске келгенде месқарын, нақ сүйері бар екенін, оған пәтер алып бергенін айтып, біраз көгіп еді. Төренің әкесінің де қолы біраз жерге жететін. Мына әңгімеден кейін адамдарын жіберіп, сол пәтерге төрені алып келуін айтты. Бірақ іздеген жерден табыла қоймады. Әкесі үйдегілер уайымдап жүрер деп амалсыз үйіне қайтты. Бірақ адамдарына жақсылап дайындады. Ауылға таң ата жетісімен үйіне кіріп, андымсыз қонақ бөлмеге жатып қалды. Ертеңіне кешкісін төре келді. Төре өрт сөндіргендей келе салып әкесін іздеді. Әке, сен не байлығыңмен қолым барлық жерге жетеді дейсің бе? Кешіріп қойыңыз, бірақ менің өміріме араласпаңыз. Мен кетемін бұл үйден. Қалада менің әйелім бар. Қолыңды түсіріп сөйле, боқмұрын. Кімнің арқасында көкірек көтеріп, кімнің ақшасына шалқып жүргенін білесің бе? Сен нақұрыс, жетер, босқа лаққаның. Қалаға енді аттап баспайсың, сен емес маған ақыл үйрететін. Әке, өз өмірімді өзім сүремін, сенің ақшаңсыз ақ өмір сүре аламын деп есікті тарс жауып шығып кетті. Баласының артынан тұра ұмтылып айқайлады. Көліктің кілтін таста. Кілтті лақтырып кеткен төре бұрылмастан көшеге атып шықты. Мына жағдайдан кейін енесі мен Айнаш тек екі көзге ерік беріп қала берді. Баяғыда жас кезінде қатты мән бермеген еді. Жас болды ма әйтеуір қатты қиналмаған еді. Қазір мына жағдай Айнашқа қатты әсер етті. Өзін тастап жіберді. Не үйге, не балаларына қарауға шамасы келмеді. Шырылдап енесі ғана жүгіріп жүр. Бар жоғы 2 айдың ішінде жүнжіп кетті. Аяғының ауырлығына да қарамады. Тіпті қалай босанып алғанын да білмейді. Есі кіресір шығасылы. Мең-зең күйде жүр. Төре сол кеткеннен ұзақ уақыт жоғалып кетті. Тіпті жаңа туған қызын да көруге келмеді. Айнаштың жанына қатты батқаны балаларының алдағы болашағы еді. Үлкен ұлы көшеде ойнаса жылап келеді. Менің әкем неге мені тастап кетті? Бәрінің әкелері үйлерінде ғой деп жылайды. Сол кезде Айнаш ұлын қалай жұбатарын білмей қалады. Қатты уайымнан 30-ға толмай ақ шаштары ағарып кетті. Төренің көп өтпей ақ сол келіншектің үйіне кіріп алғаны мәлім болды. Әкесі оны сырттай бақылап жүрді, бірақ үйге қайтуға үгіттемеді. Себебі бұл жағдай тағы да қайталанатынына сенімді еді. Сондықтан да өзінің маңдайына тигенше, опық жеп, бармақта тістегенше жүрсін деп ойлады. Бүгін де төресіз өтіп жатқан өміріне 5 жылдан асты. Балалары да бұл өмірге көндігіп кетті. Әке шешесіз қалған Айнаш ажырасып кетейін десе барар жер, басар тауы жоқ. Оның үстіне балалардың атасы мен әжесінен айрылғысы келмейді. Балалары үшін осынша жыл елдің қаңқу сөздеріне де мән бермеді. Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні кешкі асты ішер алдында қоңырау басылды. Екі кештің ортасында кім болды екен деп ойлаған енесі барып есікті ашты. Арғы жағынан түрі бозып кеткен, адам танымастай өзгерген төре тұр еді. Алғашында танымай қалған анасы бірер минут тұрып қалды. Апа, бұл мен ғой деді. Анасы не қуанарын, не жыларын білмей сасқалақтап тұрып қалды. Айнаш жүрегі сыр беріп қайта-қайта жатып қалатын. Бүгін де жүрегі ауырып бөлмесінде жатыр еді. Жанына баласы барып, әкем келді апа деп оятты. Артынша бөлмеге ұсқынсыз, қараусыз қалған төре кіріп келді. Айнаш, кешірші. Қайдағы біреудің тоқалының тұзағына түстім. Ол тек ақша үшін әркімге тоқал болады екен. Кешір мені. Айнаш, келетініңді білгенмін деп теріс қарап бүк түсіп жатқан күйі бұрылмады. Төре тәубесіне келгенмен не пайда? Өзінің кесірінен жастайынан келін болған бір бойжеткеннің өмірден еш қызық көрместен, тек қайғы мен неше жылын жылаумен өткізіп, енді балалары қолқанаты болып өсіп жетілген өмірге өкпелік күйде бұл өмірден кете барды.
күйеуінен жылу көрмесе де, кешірдім деп кеткен әйелінің сұлу бейнесі төренің көз алдынан бір секундта кеткен емес. Бүгінде ештеңеге шамасы келмей қалған жігіт ағасының ел жұртқа қарауға, сыртқа шығуға беті жоқ. Жүрек ауруынан айықпаған күйі әйелі мұны тастап кеткелі, тек сыртқа шығып үй жанындағы сәкіде қолындағы таяғымен жер шұқып күн ұзаққа отырады. Қартайған ата-анасының айтқанын тыңдамайды. Жастайынан еңбекқор болып өскен жақсылық атасының заводын өз қолына алған. Інісі мен қарындасында өз қамқорлығында оқытты. Жұмысқа тұрғызды. Атасы мен әжесіне қарайтын қызметші де жалдаған. Жақында үйленіп, анасы кеткелі қызықсыз қалған үй ішіне қуаныш әкелмекші. Әкесін де кешірген. Інісі мен қарындасын үгіттеп, әкелерің не де болса сыйлап құрметтеуді үйретті. Бірақ Байтөренің өзі мұндай құрметке лайық емес екенін іштей сезеді. Тартыншақтап, ол қыздарының бетіне тіке қарай алмайды. Қипақтап, жас балаша жаутаңдайды. Мұндай өмірге көндіге алмай, төре ақыры болмаған соң, қартайған анасының бір уыс дәрілерін жұтты да төсегіне барып жатып қалды. Ертеңіне таңғы асқа оятуға келген ұлы әкесінің жастығының жанында бір жапырақ қағазды көрді де, онда мынандай жазулар бар еді. Мен шыдай алмадым.